Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Ақиқаттың алдаспаны, шындықтың шырақшысы болуды мақсат тұтқан бағыты айқын бағдар жобасы эфирге қайта оралды. Бүгін елдің есін шығарып, қоғамды дүр сілкінткен депутат туралы айтамыз. Би жаманы дауға алдырады, жігіт жаманы жауға алдырады демекші. Осы аптада мәжіліс депутаты Азамат Әбілдаевтың басы дауға қалды. Халқының жоғын жоқтаймын, мұңын айтамын деп ант беріп, қайыс креслоға жайғасқан шенінің даулы пікірін талқылайық, түгесіп айтайық. Қазіргі күні батыс елдермен түрлі алпауыт халықаралық ұйымдар Ресейдің арнайы әскери операциясы деп аталатын қан майданын тоқтату үшін батыл қадамдар жасап жатыр. Украинадағы соғыс өртінің ауыздықталар уақыты белгісіз. Көзі мұңға толған, қуанышынан үрейі басым Украин жұрты көршілес елдерден пана іздеп жүргені ақиқат. Еуроодақтың қара тізімі Путиннен басталып, Ресей шенеуніктермен аяқталып тұр. Соғысты бастаған ел түбі жеңіледі ғой. Бұл жазылмаған заң десе де болады. Бейбіт күнде Украин халқын зар жылатқан ана мен баланы бір-бірінен айырған сұм соғыс тоқтауға тиіс. Бірақ біздің арамызда Ресейдің арнайы операциясын қолдаудан бұрын өз елінің даңқты батырына айналған Зеленскийді халқы соттауы тиіс деп есептейтін азамат бар екен. Ол Азамат Әбілдаев. Мен Ресей президентін қолдаймын. Бұл арнайы операция деп есептеймін. Осы жазға дейін Зеленскийді өз халқы ұстап сотқа береді. Соғыстан қашып құтылуға болмайды. Мен Украинадағы арнайы операцияны қолдаймын деді Әбілдаев Азаттық тілшісіне берген сұхбатында. Ақжол партиясы президиумы депутаттың бұл пікіріне қатысты мәлімдеме жасап, партиялық және депутаттық этиканы бұзды деген шешім шығарды. Басқа бәле тілден демекші депутат Ақжол партиясынан шығарылды. Сондай-ақ партия Әбілдаевтың депутаттық мандатын тоқтату туралы орталық сайлау комиссиясына хат жолдаған. Ал депутаттың өзі бұл шешіммен келісетінін айтып, өз ұстанымынан айнымайтынын жеткізді. И давайте все вместе. Халық қаласа хан түйесін сояды дегендей сыни пікірге сылқия тойған Азамат Әбілдаев орталық сайлау комиссиясының қаулысымен мәжіліс депутатының өкілеттілігінен айырылды. Бір қызығы, мәжілісте Путиннің әрекетін қолдайтын тағы 2 депутат қалды. Бұл туралы Әбілдаевтың өзі айтқан еді. Мың жаудан бір жансы жаман ғой, біз мұндай шенділердің ел басқару ісіне араласпағанын қалаймыз. Депутат демекші 19 қаңтар күні парламент мәжілісі тарады. Қасым-Жомарт Тоқаев арнайы мәлімдеме жасап, мәжілісті тарату және мәслихаттардың өкілетін мерзімінен бұрын тоқтату туралы жарлықтарға қол қойды. Кезектен тыс парламент сайлауы 19 наурыз күніне белгіленген. Депутаттар әлеуметтік желідегі парақшасында 7-ші шақырылымның тарихта қалатын жарыса жазып жатыр. Саралап сараптайтын болсақ, бұл шақырылымның депутаттары батылдығымен көзге түсіп, есеп беретін министрлерді сынай басса дей. Бұл ештеңе емес, тұңғыш президент Назарбаев туралы заңның күшін жоюға білек сыбана кірісіп, бір адамдай атсалысты. Мүмкін бұл әлгі бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жазатын жаңа Қазақстанның бастауы шығар, Қалай ойлайсыздар ағайын? Комментарийге жазыңыздар. Біз бейбіт елдің ұландары ретінде қазіргідей алмағайып заманда соғыс атаулыға түбегейлі қарсымыз. Қазақстанның да Ресей-Украина соғысына қатысты өзіндік ұстанымы бар. Мәжілістің тарағаны белгілі. Енді билікке елдің мүддесін биік қоятын батыр азаматтар келеді деп күтеміз. Атадан ұл туса құл боламын деп тумайды, анадан қыз туса күң боламын деп тумайды. Қазақстан жаһандық татулықты сақтау мен нығайту ісіне ат салысып жатыр. Украина жерінде де бейбітшіліктің салтанат құратын күні жақын. Көзі қарақты көрермен. Осымен бағдардың кезекті саны тәмам. Ағайын анығын білсін десеңіздер, осы бейне жазбаны таратыңыздар, каналға жазылыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар.
Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққан шағайын.